Құрт қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық тағамы. Құрт көшпенді халық үшін универсалды тағам болған, оның құрамында ағзаның дұрыс жұмыс жасауына жауап беретін маңызды витаминдер мен микроэлементтер көп. Ал бұл қыстап көптеген компоненттерден тыс қалатын көшпенділер үшін өте маңызды болған. Сонымен қатар құрт бұзылмайды, айлап жылдап жата береді. Осындай организмге арналған топингті ата-бабаларымыз кез келген уақытта қабылдай берген. Құрт жалпы иммунитетті жақсартады, су қабылдау ритмін жиілетеді, осы ағзаның сусыздануын және токсинделуін алдын алып отырған. Бірақ құрттың одан да басқа пайдасы көп. Бірінші пайдасы сүйектің қалыптасуына көмектеседі. Құрттың құрамында кальций көп. Кальций сүйек, тіс, шеміршек құрылымдарының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Тіс әдемілігіне, беріктігіне кальций жауап береді. Сонымен қатар кальцийдің жетіспеушілігі шаштың сынғыштығына алып келіп, оның әдемілігін құртуы мүмкін. Кальцийдің жетіспеушілігінен остеопороз пайда болады. Остеопороз ол кальцийдің ағзада азайғанынан сүйек беріктігінің төмендеуі, оның массасының жоғалуымен айқындалатын дерт. Кальциймен қатар құртта фосфор көп. Бұл микроэлементте өз кезегінде сүйектің қалыптасуына жауап береді. Фосфордың жетіспеушілігі себепсіз әлсіздікке, стресс, депрессияға, бұлшықеттер мен буындардың әлсіреуіне алып келеді. Құртта сонымен қатар әдемілік витамині деп аталып кеткен В2 витамині бар. В2 витамині шашымызды жылтыр, тырнақтарды мықты және теріні тегіс етеді. Ол безеу, экзема және псориазбен күреседі. Ол ағзаның өсуі мен дамуына, репродуктивті органдардың өнешін және қалқанша безінің жұмысына әсер етеді. В2 витаминінің жетіспеушілігі ең алдымен бет терісінде байқалады. Еріннің бұрыштарында немесе мұрын аймағында жарықтар пайда болса, немесе тері қабыршақтанып кетсе, бұл В2 витаминінің жетіспеушілігінің айқын белгісі. Құртта басқа В витаминдермен қатар В12 витаминінің мөлшері көп. В12 витаминінің дефициті анемияға алып келеді. Сол себепті құрт анемиядан сақтап қала алады сізді. Келесі витамин ПП, немесе витамин В3, немен оны витамин правильного питания деймін. Себебі В3 витамині метаболизмді реттейді, ағзада зат алмасуға жақсы әсер етеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысына керек витаминдердің бірі. Бұл дегеніміз салмақ тастай алмай не салмақ жинай алмай жүрген адамдарға құрттың өзіндік пайдасы бар деген сөз. Келесі құрттың құрамында селен көп. Селен өте пайдалы микроэлементке жатады. Селен қалқанша безінің жұмысын реттейді. Қалқанша безі адамның гормоналды фонына жауап беретін ең маңызды без. Қалқанша безі ағзаның өсуіне жауап береді. Сол себепті селен жасөспірімдер мен балаларға өте пайдалы компонент болып саналады. Сонымен қатар селен адамның көңіл күйін реттейді, себебі ол да бір жағынан гормоналды фонға байланысты болып келеді. Селен ер адамдардағы ең маңызды гормон тестостеронның мөлшерін жоғарылата алады және аяғы ауыр әйелдердегі зат алмасуды реттеп, жатырдағы балаға керек компоненттерді тасымалдауға көмектеседі. Келесі айта кететін ақпарат, құрттың құрамында ақуыз мөлшері көп. Бұл бұлшықет жинап жүрген спортсмендерге біршама көмегін тигізеді, себебі құртты қабылдау өте оңай процесс. Оны түскі ас пен кешкі ас арасында не болмаса таңғы ас пен түскі ас арасында жеңіл тамақ ретінде қабылдаса болады. Құрттың құрамында тұз мөлшері көп болғандықтан оны бүйрегі ауыратын адамдарға байқап мөлшермен жеген дұрыс.